Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, ауызда еритін, сіз жасап көрмеген пирогтың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Өте жұмсақ болып шығады. Сіздерге ұнары сөзсіз. Достар, видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін белгілеп кетіңіздер. Алдымен пирогымызға қажетті творогты начинка жасап аламыз. Бізге қажетті зат творог, бір жұмыртқа, жүгері крахмалы және де сахарный пудра. Осы қоспаларымызды блендердің көмегімен езіп аламыз. Егер де блендеріңіз болмаса, миксермен дәл осылай езіп алсаңыздар болады. Енді творог тестасын жасаймыз. Пирогымыздың ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне шым-шым тұзымызды, қантымызды қосып, жақсылап 2-3 минут бойы аппақ болғанша миксерлеп аламыз. Барлығыңыз миксерлеуді білесіз деген ойдамын. Ол жағын түсірмедім, сондықтан мінекей осындай болғанша миксерлейсіздер. Одан соң үстіне сұйық май мен сүтімізді қосып, тоже 2-3 минут бойы жақсылап араласқанша миксерлеп аламыз. Миксерлеген жерлерін түсірмедім достар, ол жағы барлықтарыңызға түсінікті деп ойлаймын. Сондықтан миксерлеп болғаннан кейін ұнымызды осылай електен өткізіп, одан соң үстіне ванилин және де разрыхлителімізді қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Төменгі описанияға рецепті видеоның астына міндетті түрде жазып қалдырамын. Жақсылап араластырамыз. Мінекей осындай консистенция шығу қажет. Достар, енді қамыр дайын болды. Осындай кондитерский мешокқа творогтан жасалған начинкамызды салып аламыз. Барлығын салып дайындап аламыз. Мінекей начинкамыз дайын болды. Енді пирог пісіретін формамызды алып, осындай табасына пергамент қағазын кигіземіз. Форманың өлшемі 22 сантиметр. Мінекей жан жағына осылай сары майды жағып алсаңыздар болады. Енді пирогымыздың тестасын құямыз. Пирогымыз барлық жағына біркелкі етіп жағылу керек. Мінекей осылай ұрғылап алсаңыздар болады. Алдын ала пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Енді творог қосылған начинкамызды дәл видеодағыдай құйып шығамыз. Мінекей достар, пирогымызды 180 градуста 30-35 минутта беті қызарғанша пісіреміз. Жалпы пирог өте күшті болып шығады. Айтады ғой, енді воздушный деп ауызда еритін, жұмсақ болып шығады. Мінекей пирогымыз дайын болды. Бетіне сахарный пудра сеуіп ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді достар, сіздерге ұнары сөзсіз, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Тіпті тапсырысқа да жасасаңыздар болады. Видео ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Және де менің арнамдағы келесі видеоларды жіберіп алмас үшін YouTube арнама тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін белгілеп қойыңыздар. Видеоның соңына дейін назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет достар. Барлықтарыңызға ас болсын.